Сәлем қыз-келіншектер, каналыма қош келдіңіз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Бұл видеода менің жасаған тағамдарымның бір бөлігін көре алатын боласыздар. Көріп тұрған видеода мен бисквитный торт жасап жатырмын. Арасына клубника мен малинаны араластырып, ягодный конфи жасағанмын. Сол начинканы қосып жасап жатырмын. Сыртында ганаш бар, яғни ақ шоколадтан жасалған және де краситель қосылған. Менің инстаграм парақшамдағы біраз бөлігін осы видеоға салдым, бірақ та салынбаған видеоларда бар өз парақшамда. Мына фотода сникерс торты және де королевский торты. Ал бұл ішіндегі вупи пайдың тестісі және де жоғарғы бөлігінде бисквитный мен аралас. Осындай кеше баламыздың туған күніне жасаған тортым. Сәлем қыздар! Бүгін түшпараның қамырын дайындаймыз. Ол үшін суға тұзды салып, үстіне шемішкенің майын құямыз. Ұнымыздың ортасын ойық етіп, жұмыртқамызды саламыз. Үстіне май қосылған суымызды аз-аздан құйып отырып, қамырымызды илейміз. Қамырды тақтайшаның үстіне ауыстырып, бір келкі болғанша әбден қолымызбен илейміз. Қамырды 20 минутқа тындырып алып, 3 бөлікке бөлеміз. Және де қолымызбен жайып, 1 сантиметр етіп кесіп шығамыз. Сәлем қыздар! Бүгін түшпара дайындаймыз. Ол үшін жуамызды блендермен майдалап аламыз. Тартылған етімізге тұз, бұрыш, жуаны қосып араластырамыз. Тартылған ет қоюла болса, аздаған су құйып, ұрғылап аламыз. Қамырды кішкене жайып, ішіне салмасын салып, түйеміз. Түшпараны түйудің оңай жолы, қамырды үлкен етіп жайып аламыз. Етті арасын алшақтап қойып алып, үстіне екінші қамырмен жабамыз. Чебурекке арналған ыдыспен кесіп аламыз. Суымызды қайнатамыз, ішіне картоп, сәбіз, тұз, бұрыш және де лавр жапырағын саламыз. Түшпараларымызды салып 5-7 минут қайнатамыз. Ас болсын!
Міне 2-3 минуттан кейін мынаның беті осылай піседі. Алманы түбіне осылай салам. Тестаға бірден араластырмай осылай салам. Сосын бетіне қант себеміз. Тәтті болмайды. Сосын корица себеміз. Пішіргізіліп. В общем, осының бетіне қазір тағы да жаңа туралған алмаларды осылай салып, қайтадан қант сеуіп, корица себем. Қант септім и корица септім 180-190 градусқа. Пешке апарып пешті жаңа қосып қойдым 5 минут бұрын уже ысытып. Результатын көреміз. Мына форма. Естіп жатсыздар ма дауысын? Духовкадан шықты жаңа. Красота, лепота. Кешарақ мен бағанағы пирогты енді алып жатырмын. Суытқаннан кейін шай ішетін кезде пышақпен өтіп шықтым. Оңай жаңа май сепкесін алынады екен. Іші. Өте жақсы піскен. Неге оңай алынып май септім ғой. Меренговый рулет арахиспен. Рулет секілді ортасына дейін ораймыз. Жаңа мынан жартысына дейін набетінен орап алдым. Жаңағы набет. Енді аударамыз тестамызды, сосын былай қарай ораймыз. Неке сонда бізде осындай рулет шықты. Енді осыны шамалы қату үшін, кесуге ыңғайлы болу үшін морозильникке қойып аламын аз қатқанша. Морозильникте қатты, менікі 1 сағаттай тұрды. Енді 150-160 градусқа 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Ана кесеміз бірінші осылай. Үстінде ұзыр шығады. Осыны пісіріп аламыз. Өте сондай песочная. Жөп жұмсақ. Ауызға салсаң еріп кетеді.
сағынып тұрып мен. Сәлем қыздар, бүгін королевская ватрушка пісіреміз. Жұмыртқа мен қантты миксерлеп аламыз. Үстіне қаймақ қосамыз. Еріген сары май қосып миксерлейміз. ұн мен қопсытқыш және какаоны салып тағы бір миксерлеп аламыз. Қамырымыз осымен дайын. Салмасына творог, жұмыртқа және манка қант саламыз. Погруженный қамырмен барлығын бір қалыпқа келтіріп аламыз. Бірінші қамырымызды формаға саламыз. Салмасын ортасына ғана саламыз. 180 градуста 40-50 минут пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, өте жеңіл, өте дәмді пирог шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлназ. Бүгін тартылған ет қосылған драник жасаймыз. Ол үшін картопты үкіштің үлкен көзінен өткізіп, тұз салып, араластырып қоямыз. Табаға май құйып, жуаны қуырып аламыз. Үстіне тартылған етімізді салып қуырамыз. Тұз бұрышын салып, етіміз піскенше қуырамыз. Картопымыздың суы шыққан соң, картопты судан бөліп аламыз. Картопқа тұз, бұрыш, жұмыртқа және ұн саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Табаға май құйып, табаның бетін жапқанша картопымызды саламыз. Және екі бетінен қуырып аламыз. Барлық картопты осылай қуырып аламыз. Енді тамағымызды жинақтаймыз. Ол үшін драниктің жарты бөлігіне салмамызды саламыз. Үстіне үкіштен өткізілген ірімшік саламыз. Және де ірімшік еру үшін пешке 5 минутқа салып аламыз. Тәрелкеге әсемдеп саламыз. Және горох пен салат саламыз. Үстін аскөкпен әрлейміз. Тамағымыз дайын, өте дәмді. Жасап көріңіздер.
Бүгін квашная капуста дайындаймыз. 2 кг капуста мен 100 г сәбізді алып, майдалап ұзынша етіп тураймыз. 1-2 шай қасық қант пен 2 ас қасық тұз салып, капустамыздың шырыны шыққанша әбден езгілеп араластырып аламыз. Эмальді ыдысқа салатымызды саламыз. Бетін тарелкемен жауып, үстіне ауыр зат қоямыз. Бөлме температурасына 3 күн қалдырамыз. Әр күн сайын арасына ауа кіргізіп тұрамыз. 4-ші күні тоңазытқышқа салып қоямыз. Салатымыз дайын. Сіздермен болған Гүлназ. Сәлем қыздар. Тауықтың төсеті қосылған үлкен драник жасаймыз. Ол үшін 7-8 картопты алып, теркадан өткізіп, тұз қосып, араластырып қоямыз да. Үлкен жуаны алып, майдалап төрткүлшілеп турап, қызған табада жуамыз қызарғанша қуырып аламыз. Бөлек алып қойып, 2 тауық төсетін майдалап, ұзыншалап тураймыз. Тұз бұрыш қосып, қызарғанша қуырып аламыз. Картоптың суы шыққан соң, әбден сығып алып, оған 2 жұмыртқа, 2-2 жарым қасық ұн, паприка қосып, араластырамыз. Картопымызды табаға жайып, 2 бетінен қуырып аламыз. Видеодағыдай драниктің бір бөлігіне тауықтың төсетін салып, қуырылған жуамызды, теркадан өткізілген сырды салып, драниктің екінші бөлігімен бетін жауып қуырып аламыз.
бұйыртса қазір керемет булочкаларымыз піседі. Булочканы апару. Булочкамыз пісті. Қандай күшті болып тұр. Бүгін заварной крем дайындаймыз. Ол үшін темір ыдысқа сүтімізді құйып, отқа қоямыз, ысытамыз. Және бөлек ыдыста крахмал, қант, жұмыртқаның сарысы және еріген майды араластырып аламыз. Isыған сүтімізді аз-аз мөлшерлеп құйып, бір массаға келтіреміз. Жай отта кремімізді әбден қоюланғанша араластырып тұрамыз. Креміміз суы үшін таза ыдысқа құйып аламыз. Және де бетін пленкамен беттестіріп жабамыз. Суығаннан кейін креміміз дайын, қолдануға болады. Ас болсын. Сіздермен болған Гүлназ.